Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Қуанышбек, қуанышты медицина. Бүгін мен сіздерге тірек қимыл жүйесіне кіріспе шоу видео түсіргім келіп отыр. Тірек қимыл жүйесі біздерде активті, пассивті және де буындардан тұрады. Активті құрылымдары бұлар бұлшықеттер. Олар эластикалық, созылғыштық, жиырылғыштық қабілетке ие. Олардың бір формасы жоқ. Адам мысалы қолын бүккенде, жазғанда ол бұлшықеттер әртүрлі формаға келуі тиіс. Пассивті достар, бұлар қимылдамайды, яғни сүйектер бір бітеді, сүйек болып қалыптасып қалады. Кейін буындар бізде осы сүйектердің арасын қосатын құрылымдар болып табылады. Мен сіздерге бүгін сүйектерді түсіндірем. Ең бірінші сүйектерді түсінбестен бұрын достар, гистологиясын білуіміз қажет. Сүйектер неден тұрады? Сүйектердің тінін остеоцит деп атайды. Осындай микроскоппен қараған кезде мына осындай құрылымнан тұрады. Каверналардан, қойнаулардан, әртүрлі үңгірлерден тұрады. Оның ішінде микроқан тамырлары, нерв жолақтары бар. Әр сүйектердің ішінде бізде өзіндік тіндері болады. Остеоцит, остеобласт, остеокласт дейді. Сүйектер сүйек тінінің әртүрлі жасушаларынан тұрады. Остеобласттар сүйектердің пайда болуына және минералдануына қатысады. Остеоциттер құрылымды қолдап тұрады. Міне бұл уже поддержкада, уже остеоцит, бұл барлық тінді осы остеоциттер құрайды. Ал остеокласттар сүйек тінінің резорбциясын қамтамасыз етеді. Яғни өлген тіндердің барлығын жойып отыратын бізде остеокласттар. Нормада осы үш жүйе бізде дұрыс жұмысын жасау қажет. Енді сүйектер достар қалай оқимыз? Сүйектің атын латынша, қазақша, орысша, в идеале ағылшынша білсеңіздер өте керемет. Атын. Сүйектер қай сүйекпен байланысатын білуіміз қажет. Мен сіздерге барлығын түсіндірем. Кейін сүйекте қандай буын бар? Ол буынның құрылымы қандай? Ол буын қандай буындар тобына жатады? Барлығын білулеріңіз қажет. Сосын негізгі анатомиялық ерекшеліктерін және құрылымдарын білулеріңіз шарт. Себебі достар, әр сүйекте өте көп бөліктері бар. Ол әр бөліктерін сіздер жаттап отыра алмайсыздар. Яғни маңызды бөлімдерін білсеңіздер, ертең практикада керек болатын білімді мен сіздерге беремін. Содан кейін жақсы білімдеріңіз қалыптасатын болады. Енді бастайық достар. Сүйектердің негізгі үш түрі бар. Төртінші қосымша түрін қазір түсіндіріп беремін. Біріншісі түтіктік, трубчатые достар. Орысша, қазақша жаттап үйреніңіздер. Олар кез келген түтікті сүйектер. Қол, аяқ, мысалы, мынау хумерус, одан кейін феморалис сүйектері. Бұлардың барлығы түтік. Міне екі үлкен жері болады. Бұл жерін біз эпифиз деп атаймыз. Одан кейін бізде ортасы диафиз деп аталады. Сүйектердің диафиз. Эпифиз бен диафиздің арасында метафиз аралық аймақ болады. Міне осындай түтіктік сүйектерде қана осындай құрылым болады. Түтікті сүйектердің ішінде бізде сүйектің қызыл кемігі болады. Көп жағдайда сүйектің қызыл кемігі болады. Сүйектің қызыл кемігі ол жерде бізде қан өндіріледі. Міне қараңыздар. Қан өндіріліп отырылады. Қалай қан өндіріледі? Бұл бізде уже эритропоез, яғни бірінші бағаналық клеткадан, ол жерде мысалы эритроцит болсын, тромбоцит болсын, лимфоцит, моноцит болсын, нейтрофил болсын, оның барлығы міне сүйектің ішінде өндіріліп, құйылып отырылады. Сүйектің қызыл кемігі костный мозг деп айтады. Сүйектің ішіндегі ми. Бұл өте маңызды құрылым. Сол себепті біліңіздер, сүйектің ішінде бізде сүйектің қызыл кемігі болады. Яғни ақ, қызыл деп бөлінеді. Ақтың ішінде көбінесе май, депоя, майлар болады көбінесе. Ал қызыл нағыз өндіретін завод. Бұл бірінші түрі кетті. Екіншісіне бізде қатпарлы сүйектер, губчатые кости. Бұл қабырға, қол, тізе сүйектер, міне арасын қарасаңыздар, қатпар болады. Қатпарлы көріністерді көресіздер. Қабырға, қол, тізе сүйектері, пателла. Одан кейін міне жалпақ сүйектер, бұлар бізде плоские кости. Бұлар құрылымы жалпақ келеді. Жалпақ. Бұл жерде де достар, мысалы, бұл жамбас сүйегінде де мынау мықын, қасаға шондонай бөліктері, мысалы мынау жауырын сүйектер, ал бұл ос фронталис, маңдай сүйегі, бұл кейін төбе сүйегі. Бізде міне жамбас сүйегінде де сүйектің қызыл кемігі болады. Сүйектердің ішінде сүйектің қызыл кемігі болып, ол жерде қан өндіріліп тұрады. Соны білсеңіздер болды. Кейін аралас сүйектер, мысалы самай сүйегі немесе бас сүйектері. Ол жерде яғни қатпарлы да бөлімі бар, жалпақта бөлігі бар, аралас келеді құрылымы. Міне омыртқа сүйегі, одан кейін мынау бізде самай сүйегі. Ең қиын сүйек деп айтады самай сүйегін. Егер достар әр сүйекке маған талқылап бер десеңіздер,
мен сіздерге талқылап беруге дайынмын. Мысалы остхумерус болсын, кез келген мықын сүйегінің құрылымдарын. Ол үшін осы видеоның астына 150 лайк жиналсын достар. 150 лайктан кейін мен сіздерге әр сүйекті талқылап беретін боламын. Міне тағы не білулеріңіз қажет достар. Осындай түтікті сүйектерде бізде өсу зонасы болады, зона роста. Вот қараңыздар, адам 18-20 жасқа дейін максимум өседі, 18 жасқа дейін өседі. Одан кейін адамдардың барлығы тоқтайды. Вот зона роста жабылады, ол кезде адам өсуін тоқтайды. Егер мына жер жабылмайтын болса, адам өсе беретін болса, бұл уже акромегалия, ал балаларда гигантизмді. Акромегалия үлкендерде болады, гигант болады уже. Бұл кез келген адамда бір бойы жетіп, ол тоқтауы қажет. Бүгін сіздермен бас сүйектерін талқылайық достар. Бас сүйектері қандай бөлімдерден тұрады? Біз крениум деп атаймыз. Кез келген сүйекті айтпастан бұрын ос деген нені қосыңыздар да, бұл латынша сүйек деген сөз. Бас сүйектің бізде лицевой, беттік аймағы, сосын милық аймағы болады. Өзіндік сүйектерден тұрады, және де бас сүйегі нәрестелерден үлкен адамдарға қарағанда ерекшеленеді. Нәрестелерге жаңа туған баланың бас сүйегінің қаңқасында өзінің еңбектері болады. Еңбек не үшін қажет? Еңбек адамның басы, кішкентай болып туылады, ол өсуі қажет. Және де бала анасының құрсағынан шыққан кезде бұл бір-бірімен былай бір-біріне кіреді. Мына сүйектің үстіне кірген кезде бас сүйегі кішкене кішірейеді. Кішірейіп жыныс жолдарынан шығуға қажет. Бірақ бұл қатады, уақыт өте келе қатып қалады. Бұл сүйек еңбектері жабылады. Қандай еңбектері бар? Үлкен еңбек, одан кейін кіші еңбек, одан кейін сына тәрізді еңбек, бірше тәрізді еңбек болады. Бұл еңбектер бізде жабылып қалады. Бұл пульсация беріп тұрады. Ос мандибула, яғни мынау төменгі жақ сүйегі, ос максила, жоғарғы жақ сүйегі, ос зигоматикус, бет сүйегі, ос сфеноидалис, сына тәрізді сүйек, ос фронталис. Міне сүйекті айтқан кезде осылай көрсетіңіздер да. Міне ос фронталис шекараларын барлығын көрсетіңіздер. Мына ос фронталис демейсіздер, міне барлығын географияда көрсеткендей ос фронталис, ос сфеноидалис, ос мандибула деп ертең көрсетіңіздер осылай. Ос максила деп, ос назалис мұрын сүйегі, ос париеталис төбе сүйегі, шеке сүйегі дейді, ос окципиталис. Міне ос окципиталис шүйде сүйегі. Бас қаңқасы алдынан қараған көрінісі бар, кейін қырынан қараған көрінісі бар. Алдынан қараған көрінісі деген, міне, жаңағы айтқандарым барлығы төбе сүйек, маңдай сүйек, сына тәрізді сүйек мына жерде көрінбейді, мидың ішіне қарай кіріп орналасады. Сосын самай сүйегі бар, көз жас сүйегі, мұрын сүйек, бет сүйек, жоғарғы жақ, төменгі жақ сүйектері, ал бұл қырынан қарағандағы көрінісі. Міне алдынан да қырынан да сипаттап білулеріңіз қажет. Ол үшін сіздер әр сүйектердің атын хотя бы латынша білулеріңіз қажет достар. Міне бас сүйектерін сипаттаған кезде ос фронталистің қандай бөліктері бар? Логикаларыңызды қосасыздар, ос фронталистің өзіндік бөліктері бар. Міне процессус зигоматикус, процессус деген шығып тұрған жері, бет сүйекке жалғанған жері бар. Одан кейін мұрындық бөлігі, мұрынға барып жалғанатын жері бар. Төбе сүйекпен шекараласады. Достар, егер қаласаңыздар, мен сіздерге бұның барлығын түсіндіріп беремін. Бүгін видеоны ұзақ қылып жібермей қояйық. Мысалы, ос фронталис деп барлығын анатомиялық маңызды құрылымдары. Бүгінгі сіздерге осыны айтқым келді. Видео маңызды болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратыңыздар достар. Барлықтарыңызға пока.